Сіз білесіз бе, сіздің күнделікті таңғы әдеттеріңіз қарапайым көрінгенімен ағзаңызды инсультқа ақырын дайындатып жатуы мүмкін. Көпшілік мұны сезбейді, ал инсультті найзағай сияқты аяқ астынан себепсіз болады деп ойлайды. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Дина Мұхатай. Бұл видеода мен көпшілігі кеш болғанша байқамайтын жасырын таңғы қауіптерді ашып көрсетемін. Бірақ бастамас бұрын сізден бір нәрсе сұраймын. Егер сіз өміріңіздің екінші жартысын белсенді, сергек ақылмен өткізіп, жақындарыңызға ауыртпалық болғыңыз келмесе, менің арнама жазылыңыз. Бұл сіздің денеңіздің тағы 30-40 жыл жақсы жұмыс істеуіне жасалған алғашқы қадам. Арнаға жазылдыңыз ба? Жарайсыз. Енді іске көшейік. Мидың қалай қартаятынын ұзақ зерттегеннен кейін мен сізге ашық айтайын. Ең алғашқы және ең маңызды ескертулер аурухана төсегінде емес. Ол сіздің жатын бөлменізде, ас үйіңізде, жуынатын бөлменізде, сіз оянған алғашқы 1 сағатта басталады. Яғни, қарапайым, зиянсыз болып көрінетін әдеттер шын мәнде сіз бірінші шайыңызды құйып үлгермей жатып ақ, тромбтың миға жету қаупін бірнеше есе арттыруы мүмкін. Жасыңыз ұлғайған сайын таңертең миыңыз ең әлсіз, ең қорғансыз күйде болады. Осыған сәйкес ең жиі кездесетін таңертеңгілік қателіктің бірін қарастырайық. Бұл оянғаннан кейін бірден кофе ішу әдеті. Мен пациенттерінен жиі сұраймын, таңертең ең бірінші не ішесіз? Көпшілігі кофе деп жауап береді. Мені дәрігер ретінде тыңдаңыз. Бұл әдет 60 жастан асқан адамдарда таңертеңгі инсульт дамуының негізгі себептерінің бірі. Неге? Барлығы өте қарапайым. Түнде сіздің ағзаңыз ұзақ уақыт сұйықтықсыз қалады. 6-8 сағат бойы сіз су ішпейсіз. Жас ұлғайған сайын ағза суды ұстап тұру қабілетін жоғалтады. Сондықтан егде жастағы адам таңертең сусыздану күйінде оянады. Бұл жай ғана шөлдеу емес. Бұл қаныңыз қоюланып кеткенін білдіреді. Қан баяу ағады. Ал енді осы қою қан сіздің таңғы кофеңізбен кездескенде не болатынын елестетіңіз. Кофеин әсіресе аш қарынға ішілсе күшті диуретик. Ол ағзадағы соңғы суды да шығарып жібереді. Сусыздануды күшейтеді. Сонымен қатар кофеин жүйке жүйесін қоздырады. Соның салдарынан жүрек соғысы жиілейді, қан қысымы көтеріледі. 30 жастағы дені сау адам үшін мұндай қысымның көтерілуі аса қауіпті емес. Бірақ 60 жастан асқан, тамырлары қатайып, артериялары тарылған адам үшін бұл өлімге апаратын қауіпті тұзаққа айналады. Негізі, таңертең ерте қан қысымы табиғи түрде көтеріледі. Енді оған сусыздану мен кофеинді қосыңыз. Нәтижесінде мидағы нәзік, әлсіз тамырды жарып жіберу мүмкін. Бұл қан құйылуға әкеледі. Мені дұрыс түсініңіз. Мен сізді кофеден бас тартуға шақырмаймын. Мен уақыттың маңызын айтып отырмын. Сіз оянған сәтте миыңызды қамшылап ынталандыру қажет емес. Оған қан айналымы керек, су керек, қауіпсіздік керек. Бұл өте қарапайым нәрсе. Енді ешкім айтпайтын екінші қателік туралы сөйлесейік. Бұл төсектің шетінде тым ұзақ қозғалыссыз отыру. Мені мұқият тыңдаңыз. Менің пациенттерімнің арасында бұл ең жиі кездесетін әдет. Адам оянады, отырады, аяғын түсіреді де сол күйі 10-20 минут отыра береді. Біреу телефоннан жаңалық оқиды, біреу жай ғана отырып денесінің оянуын күтеді. Шын мәнінде 60 жастан асқан адам үшін мұндай қозғалыссыздық жасырыну сияқты. Бұл сіз бірінші қадамды жасамай тұрып ақ қан ұйындысының, яғни ромбтың түзілуіне жағдай жасайтын күй. Енді физиологиясын түсіндіріп өтейін. Сіз ұйықтаған кезде қан айналымы баяулайды. Қан ауырлық күшінің әсерінен дененің төменгі бөлігіне жиналады. Жас ұлғаған сайын аяқтағы веналар серпімділігін жоғалтады. Клапандар әлсірейді. Егер сіз оянып, қозғалмай отыра берсеңіз, нәтижесінде қою, баяу қан аяқта тұрып қалады. Ал ми бұл уақытта оттегі мен қоректік заттарға зәру болады. Бұл жай таңертеңгі еріншектік емес. Бұл қан айналымының жеткіліксіздігі. Енді ең қауіпті сәт басталады. Қан миға жеткілікті бармай жатқанда, жүрек оны өтеу үшін қан қысымын көтере бастайды. Қан қысымының күрт өсуі әлсіз тамырды жарып жіберуі мүмкін. Бірақ одан да қауіпті нәрсе бар.
Таңертеңгі тоқыраған қан тромб түзілуіне ең қолайлы орта. Егер аяқтың терең веналарында үйінді пайда болса, кейін бір ғана күрт қозғалыс оның үзіліп, жоғары қарай ұшуына жеткілікті. Егер ол миға жетсе, тамыр бірден бітеліп, ауыр инсультқа әкеледі. Сондықтан, ояндың ба, аяқ саусақтарыңды қозғалт, табандарында айналдыр, содан кейін ғана тұрда жүр. Есіңізде болсын, оянғаннан кейінгі алғашқы минуттар бұл шешуші сәт болып табылады. Үшінші әдет. Ең қауіпті әрі ең көп еленбейтін әдет бұл ванна бөлмесіне асығу. Таңертең жаңа ғана тұрған сәтте, тыңдаңыз. Мен түсінемін, түннен кейін қуық өте қатты белгі беруі мүмкін. Көптеген адамдар төсеттен атып тұрып дәретханаға қарай жүгіреді. Бұл табиғи нәрсе сияқты көрінеді. Бірақ 60 жастан асқан адам үшін бұл әрекет күн ішіндегі ең қауіпті физиологиялық өзгерістердің бірін тудырады. Сіздің денеңізде не болатынын түсіндірейін. Түнде қан қысымы төмендейді, жүрек соғысы баяулайды. Бәрі тыныш күйде болады. Сіз таңертең көзіңізді ашып төсектен тұрғанда, яғни көлденең қалыптан тік қалыпқа күрт өткен кезде, ағза тыныш күйден қозғалысқа тез бейімделуі керек. Бұндай жағдайда жас адамдарда қан тамырлары тез әрекет етеді, ал жасы ұлғайған сайын рефлекстер әлсірейді, тамырлар қатаяды, жүрекке уақыт қажет болады. Төсектен тұрғанда қан миға аз барып, аяққа қарай көп кетеді. Егер сіз тым тез қозғалсаңыз, ми бірнеше секундқа оттегі жетіспеушілігін сезінеді. Соның салдарынан бас айналу мен теңселу пайда болады. Көптеген инсульттер дәл дәретханада немесе оның жанында таңертеңгілік сағаттарда болады. Бұл кездейсоқтық емес, бұл физиология. Сондықтан асықпаңыз. Алдымен төсекте 1-2 минут отырыңыз. Сосын ғана жайлап тұрыңыз. Сіздің қауіпсіздігіңіз осындай қарапайым әдеттерден басталады. Төртінші қателік. Таңғы асты өткізіп жіберу, немесе дәрілерді аш қарынға ішу. Көп адамдар таңғы асты ішкісі келмейді дейді. Бірақ мен дәрігер ретінде айтамын. 60 жастан асқан адамдар үшін күнді тамақсыз бастау жүйке жүйесіне ең қатты стресс. Таңғы ас ішпегеніңіз тек әлсіздік әкеліп қана қоймай, биохимияны өзгертеді. Нәтижесінде тромбтардың пайда болу қаупі түскі асқа дейін өте жоғары болады. Түнде ағзаңыз барлық глюкоза қорын жұмсап қойған. Таңертең ми оянып, жаңа энергия күтіп отырады. Алайда жас ұлғайған сайын бауыр бұрынғыдай қанға қантты тез бере алмайды. Сондықтан қарт адамдарда таңертеңгілік гипогликемия жиі болады, яғни қандағы қант төмен. Мұндайда ми энергиясыз қалады. Нәтижесі бас айналуға немесе әлсіздікке әкеледі. Егер энергия болмаса, дене оны өмірге қауіп деп қабылдайды. Сол кезде стресс гормондары, кортизол мен адреналин бөлінеді. Олар қан тамырларын тарылтып, қан қысымын қауіпті деңгейге көтереді. Таңғы асты өткізу қарт адамдарда ишемиялық инсульттің қаупін тікелей арттырады. Бұл өте қарапайым. Машинаға жанармай керек болса, миға да жұмыс істеу үшін глюкоза қажет. Тағы бір мәселе – дәрілеріңіз. Көп адамдар қан қысымы, қант немесе қан ұюына қарсы дәрілерді таңертең аш қарынға ішеді. Тамақсыз бұл дәрілер тез сіңіп, қан қысымының кенет төмендеуіне алып келеді. Бұл қан айналымына тікелей әсер етеді. Сізге 5 түрлі тағамнан дастарқан жасау міндет емес. Жайған миға жұмыс істеуге жеткілікті энергия беріңіз. Қазір 4 негізгі қатені қарастырдық. Бірінші, аш қарынға кофе ішу. Екінші, төсекте ұзақ қозғалмай отыру. Үшінші, дәретханаға асығыс, тез жүгіру. Төртінші, таңғы асты өткізу. Сәл демалыңыз. Алда ең қауіпті нәрсе күтіп тұр. Ары қарай жалғастырамыз. Бесінші қате. Бұл сіздің жүйкеңізге қатысты. Яғни, оянған соң телефоннан жаңалық қарау. Бұл бүгінгі заманның шынайы проблемасына айналып бара жатыр. Қазіргі адам не істейді ояна салып? Телефонын алады, ал сізге ақпараттар ағыл-тегіл келіп жатыр. Жаңалықтар, валюта бағамы, саяси тақырыптар, жұмыс хаттары, туыстардан хабарламалар. Телефон болмаса, телевизор қосылады. Сіз ойлайсыз, мен жай ғана хабардар боламын. Бірақ 60-70 жастағы жүйке үшін бұл кәдімгідей электрлік соққы. Күніңіздің ең әлсіз сәтінде психологиялық стресс толқыны келеді. Бәрі қарапайым. Денеміз солай ұйымдастырылған.
Таңғы сағаттарда табиғи түрде кортизол гормоны артады. Бұл стресс гормоны қалыпты жағдайда сізді оятуға және сергектікті қалпына келтіруге көмектеседі. Оның шарықтауы таңғы сағат 6-8 аралығында болады. Қарт адамдарда бұл шарықтау ұзаққа созылады. Енді елестетіңіз, сіз физиологиялық шарықтауға эмоциялық стрессті қосасыз. Жаңалықтардан қорқыныш, көңілсіздік немесе алаңдау келеді. Дене дереу жауап береді. Адреналин көп бөлінеді. Өзі әлсіз тамырлар одан әрі қатайып, тарылып кетеді. Жүрекке ауыртпалық артады. Мидағы маңызды аймақтарға қанның дұрыс баруы күрт төмендейді. Нәтижесі инсультқа алып келеді. 6-шы қате. Өзіңіздің қан қысымыңызды бақыламау. Маған келген пациенттерден дәрігер, мен тек өзімді нашар сезгенде ғана қан қысымымды тексеремін деген сөзі жиі естимін. Тыңдаңыз, бұл 60 жастан кейін өте қауіпті. Себебі қан қысымындағы қауіпті секірулер таңертең болады. Көбіне сіз оны сезбейсіз. Таңертеңгілік гипертония – бұл инсульттің ең сенімді себепшісі. Мысалы, таңғы 6-10 аралығы мидың нәзік тамырлары үшін ең осал уақыт. Егер осы кезде қысым кенеттен көтерілсе, қан тамырлары тарылып, күшті соққы алады. Көптеген адамдар микроинсультті ешқандай белгілерсіз өткізеді. Яғни, кішкентай зақымдар кішкентай тамырларда жылдар бойы жиналады. Кейін деменция, есте сақтау қабілетінің төмендеуі, жүргенде тепе-теңдік сақтай алмау сияқты белгілер пайда болады. Қан қысымын тексеру 1 минут қана уақыт алады. Бірақ сол 1 минут белсенді өмір мен мүгедек арбасында отыру арасындағы айырмашылық болуы мүмкін. Сондықтан қан қысымын тұрақты өлшеу өмірді сақтайтын қарапайым әдет. Қорытындылай келе, мына 6 ереже сіздің өміріңізді жеңілдетіп, инсульттің алдын алуға көмектеседі. Бірінші ереже – су ішу. Таңертең 1 стақан жылы таза су ішіңіз. Бұл ағзаны оятады. Кофе мен басқа сусындарды тек су ішкеннен кейін ішіңіз. Екінші ереже – төсектегі жаттығу. Аяқ саусақтарын қозғаңыз. Табанды 5-6 рет айналдырыңыз. Қолды қысып жазу жаттығуын жасаңыз. Бұл жүрекке сигнал беріп, қысымның кенет төмендеуінен сақтайды. Үшінші ереже – қан қысымын тексеру. Тонометрді жаныңда қойып, қысымды 2 рет өлшеңіз. Төсекте отырған кезде және 10-15 минуттан кейін. Егер сандар жоғары болса, дүрбелеңге берілмей, дәрігерге барып, дәрілерді қабылдау уақытын түзетіңіз. Төртінші ереже – цифрлық детокс. Таңертеңгі 30 минут телефон мен телевизорды қоспаңыз. Тыныштықта немесе жақындармен әңгімелесіп уақыт өткізіңіз. Бұл психикалық денсаулыққа пайдалы. Стресс гормоны кортизол біртіндеп төмендейді. Бесіншісі, тұрақты таңғы ас, таңғы асты өткізбеу. Қалаусыз болса да бір қайнатылған жұмыртқа жеп көріңіз. Миға глюкоза беріп, таңертеңгі дәрілерді ас ішкеннен кейін қабылдаңыз. Осы 6 ережені ұстану арқылы таңғы сағаттарыңызды қауіпсіз өткізесіз. Ми мен жүрек тамырларыңызды қорғайсыз, инсульттің алдын аласыз және өзіңіздің денсаулығыңызды бақылауда ұстайсыз. Күнделікті осы әдеттерді қолданып, жаңа салауатты өмірге қадам жасаңыз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.